Екі кезең. Автор сөзі. Екі кезең бұл қазақ қызының қуаныш пен махаббатты, қайғы мен жалғыздықты басынан өткізген өмір жолы. Бұл жазба шынайы өмірдің негізінде жазылғасын, кейіпкерлердің есімдері өзгертілді. Жазушы емеспін, сондықтан сөкпеңіздер. Жазба екі кезеңді бейнелейді, сондықтан қазіргі шақ және өткен шақ деп екі кезеңге сіздердің назарларыңызды аударып отырады. Бірінші бөлім. Қазіргі шақ. Таң атып, күн батып, уақыт зырғып өтуде. Ал ол үшін уақыт тоқтап қалғандай. Айналаның барлығы жансызданып, бәрі қатып, бір орныңда тұр. Себебі ертерек далаға өз-өзінен қашып бара жатқандай қапыла шықты. Басын көтеріп көкке қарағанмен көзі жұмық болды. Қайғысы өзін сандалдырған қыз тек алға қарай жүре берді. Арада 4 сағат өтті. Ол әлі жүріп келеді. Оның тұла бойы үнсіздік пен терең ойға шомылғандай. Міне ыстық бір ғана тамшы жас қыздың жанары сөнген көзіне зорлана шығып, суып кеткен бетіне сәл де болса жолық бере зырғып өтті. Бұл көзден аққан жас бірнеше күнге жүрегі солған, жаны ұшып кеткен, демі тұншыққан, денесі жансызданған қыздың бейнесіндегі алғашқы тіршілік белгісі еді. Ол кенеттен өзінің тоңғанын сезінді де, екі қолын бір-біріне қолады. Ура! Міне тағы бір жылылық пен тіршіліктің белгісі. Алда кезіген саябақтағы орындыққа отыра кетті. Терең демалып, бетін екі қолымен жауып, ішіне жиналған қайғысын тамағын жырта айғайлап шығарғысы келді. Бірақ тағы мұңайды. Тағы үнсіздік, тағы өксік, тағы терең ой, тағы іште сақталған. Ол үшін уақыттың өлшемі болмады. Себебі оның ұйқы мен тәбетін жоғалтқанына бірнеше күн болды. Оны соққыға жығып, ессіз қылып кеткендей, денесінде бір дақ болмаса да бейнесі сырттай ұрылғандай болды. Ол орындықтан тұрып, тағы белгісіз жаққа жүре берді. Алла тағала сүйіп тұрып, бейнесін сұлуландырып, өмір сыйлаған мына қыздың жансыз күйге айналуына кім әрі не себеп болды? Аллаға қарсы шыққан ол қандай күш, немесе ол қандай адам?